Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде 9 сыныптың ағылшын тіл пәнінен 3 тоқсандағы 2 БЖБ-сі. БЖБ-ның тақырыбы Music and the Film. Бірінші тапсырма бізде listening and circle true or false for statements 1 to 6. Берілген аудионы тыңдап, осы төменде берілген сөйлемдердің дұрыс не бұрыс екендігін анықтауымыз керек. Аудионы мен алдын ала тыңдап дайындалдым. Қазір сіздерге жауаптарды белгілеп, талдап көрсетемін. Және аудионың жазбаша түрдегі текстін осы видео описанияда қалдырамын. Бірінші сөйлем. The boy wants to be in the band. Бала топта болғысы келеді. True, дұрыс. Екінші. He doesn't like singing. Ол ән айтқанды ұнатпайды. False, қате. Үшінші. He can't remember the song on the guitar. Ол гитарадағы әнді есіне түсіре алмады. Дұрыс, true. Төртінші. The boy is good at drums. Бала барабанда жақсы ойнайды. False, қате. Бесінші. The girl says she will call him the next day. Топтағы қыз оған келесі күні хабарласатынын айтты. False, қате. Келесі тапсырма бізде writing. Task 2. Write a film review of your favorite movie. In your review, you should include the following information. Film's title, the type of the film, when it was made, explain the film's story but don't explain the ending, your opinion about the film, should people go and watch the film. Бұл тапсырмада сіз өзіңіздің сүйікті фильміңізге шолу жасауыңыз керек. Шолуда сіз мына ақпараттарды қамтуыңыз керек. Фильмнің тақырыбы, фильм қай жанрға жатады, қай жылы түсірілген, негізгі оқиға желісін түсіндіруіңіз керек, бірақ соңғы жағдайда не болған айтпауыңыз керек. Бұл фильм туралы өзіңіздің ойыңыз, және адамдар бұл фильмға барып көруіне кеңес бересіз бе, жоқ па, сол туралы айтуыңыз керек. Бұл тапсырманы әркім өз жеке пікіріне, ойына, таңдауына байланысты орындайды. Мен бұл жерде Gifted, одаренная, дарынды деген фильмге шолу жасадым. Screenwriter Tom Flynn offers a well-considered and a genuinely moving story about how we deal with gifted children and adults. Сценарист Том Флинн дарынды балалармен және ересектермен қалай әрекет ететініміз туралы жақсы ойластырылған және шынайы әсерлі оқиғаны ұсынады. Comedy drama Gifted is also about family connections and the impact on children whose parents are lost to them by separation, whether in death by natural causes, by suicide or by desertion. Дарынды комедиялық драмасы отбасылық байланыстар мен әртүрлі табиғи себептерге байланысты суицидтен немесе дезертирліктен қайтыс болған ата-анасының өлімі балаларға қалай әсер ететіндігі туралы айтады. Mark Webb, who has gathered an impeccable cast to enact this touching drama, directs his sensitive story with aplomb. Осы әсерлі драманы қою үшін мінсіз актерларды жинаған Марк Уэбб өзінің сезімтал оқиғасын ұқыптылықпен бағыттайды. The movie premiere was in April 2017. Фильмнің премьерасы 2017 жылдың сәуір айында өтті. Frank Adler is a single man raising a child prodigy, his spirited young niece Mary in a coastal town in Florida. Фрэнк Адлер, Флорида штатындағы жағалаудағы қалашықта өзінің жас жиені Мэриді вундеркиндті тәрбиелеп отырған жалғызбасты адам. Frank's plans for a normal school life for Mary are foiled when the 7-year-old's mathematical abilities come to the attention of Frank's formidable mother Evelyn, whose plans for her granddaughters threaten to separate Frank and Mary. Фрэнктің Мэри үшін қалыпты мектеп өміріне арналған жоспарлары, 7 жасар баланың математикалық қабілеттері Фрэнктің ұлы анасы Эвелиннің назарына түскенде, оның немересіне арналған жоспарлары Фрэнк пен Мэриді ажыратуға қауіп төндіреді. Octavia Spencer plays Roberta, Frank and Mary's landlady and the best friend. Octavia Spencer Роберта, Фрэнк пен Мэридің үй иесі және ең жақын досын ойнайды. Jenny Slate is Mary's teacher, Bonnie, a young woman whose concern for her student develops into a connection with her uncle as well. Jenny Slate, Мэридің мұғалімі Bonnie, шәкіртіне деген қамқорлығы ағасымен де байланысқа әкелетін жас әйел. The story explores the relationship between a caring uncle who salvaged his niece when the mother of the girl, a brilliant mathematician, commits suicide, yearning to offer the brilliant gifted niece a normal life despite custody battles and the grandmother opinions. Әңгіме қыздың анасы, өте тамаша математик, өз-өзіне қол жұмсаған кезде жиенін құтқарған қамқор ағаның қарым-қатынасын зерттейді. Ағасы түрлі шайқастар мен әжесінің пікіріне қарамастан тамаша дарынды жиенге қалыпты өмір ұсынғысы келеді. This is a film with many levels of message and the one that should be seen by a very wide audience. Бұл фильмнің көптеген жеткізгісі келетін хабарлары бар және өте кең аудитория көруі тиісті фильм. The film features excellent performances by every member of the cast. Фильмде актерлік құрамның әрбір мүшесі тамаша өнер көрсетеді.
It also has great writing. The writing brings out the film's heart. It shows the love and the sense of family that Mary and her uncle have. Фильмнің жазбасы да тамаша. Жазба фильмнің жүрегін ашады. Мэри мен оның ағасының отбасына деген сүйіспеншілігі мен сезімін көрсетеді. It is a great family night movie. I 100% suggest Gifted. Бұл керемет отбасылық түнгі фильм. Мен 100% дарынды фильмін көруге ұсынамын. Осымен екінші тапсырманы тамамдадық. Екінші тапсырма алдында айтып өткендей өзіңіздің жеке таңдауыңызға байланысты орындалады. Өзіңіз жақсы көретін басқа бір фильмге шолу жасасаңыз болады. Менікі сіздерге тек мысал ретінде көрсетілген. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.